Үйге сен миллион миллиард тап, атаң қазақ айтқан, дүние таппайтын еркек болмайды, құрарын айт дейді. Сіз құрайтын адамсыз. Құраушы дұрыс болса, онда тұрушы онда жақсы болады да, сонда ары қарай береке, күш қуат, жақсылық еркекке пайда болады алтыным. Сол үшін ол дұрыс сөздің мағынасы. Бірақ ол енді қарыз болсаң, меня не волнует, менің қатысым жоқ деп, давай тап бар, маған алып кел, мен чатағым жоқ, маған алып келуге міндеттісің деп, оны қинасаң, екеуі де банкрот болып бітесің. Ұстаз, күйеуді қайтаруға арналған дұғалар бар ма? Шаршадым, тозып, қажып кеттім дейді. Қайтару дегенде Алла тағалаға тікелей қайырыла бересіз. Аллахумма анта субханака инни кунтум миназ-залимин. Бұл Жүніс пайғамбардың балықтың ішіне кіргендегі дұғасы осы. Қиыншылыққа, қапаста, уайымда қалған адам осы дұғаны көбірек айтыңыздар. Алла тағала, мен негізі адам проблемаға Алланың қалауымен кіреді, өзінің кемістігімен кіреді. Бірақ барлығына Алла тағаланың қалауы бар. Енді сол нәрседен не алып шығады? Қайтадан Алла тағалаға дұға алып шығады, зікір алып шығады. Сәлеметсіз бе? Садақаны Каспийдегі садақаға салсам бола ма? Әлбетте болады. Анау харекет қоры бар, мешіттер бар, сол жерде өзіңіз қарап азыздан шамаңызға қарай қайырымды жасап жүріңіз. Жүріп жүрген жігітім дейді, басқа ұлт дейді, діні бөлек, не істейін дейді. Исламға келмейінше оның ол ісінің барлығы мұсылман оған күйеуге шыға алмайсыз, онымен сөйлесіп жүріңіз де жақсы нәрсе емес. Ұстаз, мектебінде намаз оқытқызбайды, сол үшін намаз оқымай қойдым, қалай болады екен дейді. Алтыным, сен ондай нәрсені ортаға қойма, жарай ма? Мемлекетпенен, мектеппенен дінді бір-біріне қарсы қоймай-ақ қой. Неге? Өйткені оқитын адам амалын табады. Мен сізге айтайын, кеше бір балалар деді, университет оқытпайды деп. Туалеттің ішінде оқитын болсаң, шын оқитын болсаң, басымен оқитын адам, далада өсек айту, өтірік айтуға шамаң бар ғой. Телефон көруге, инстаграм көру уақытың бар. Мұны қазір отырсың сабақтың уақытысында, иә? Сондықтан оған амал тапқан адам намазға амал табады. Енді сен, конечно, азан айтып, коридорға тұрып алып, елдің бәрін тоқтатып, намазхана ашып берсек, саған мектептің ішінде одан сен микрофон қоясың. Микрофон қоятын болса, мектепті жап дейсің. Мектепті жапсаң, одан тағы бір нәрсені шығарасыңдар. Сондықтан мемлекеттің заңына қарсы шығудың меніңше қажеті жоқ. Түсіме жылан кірсе не болады? Түс туралы айтқанбыз. Жылан үш нәрсені білдіреді. Дұшпан, таза емес ақша және адамның амалының дұрыс еместігі. Менің баламды ұзақ жыл бойы жаза алмай жүрмін. Қандай сүре оқысам болады, не істесем болады? Қандай ауру мәселесі да? Күйім жеке шыққысы. Күйім жеке шыққысы келмейді дейді. Сен шықпа. Сен де шықпа жаным. Күйеуінің қасында бол. Ұстаз, досым пиваға ақша сұрайды. Менде бар бола тұра бермесем дұрыс па? Өтірікші бола ма? Жоқ, бермеймін деген. Прям айт. Жолдасым дейді, 470 мыңға VIP номер алды дейді, машинасына. Алайда 9 жыл бұрын сұрағанына мақыр алып берген жоқ. Соған өкпелімін дейді. Енді мақырға сұрағанда саған қалың малға бір нәрсе берді ме өзі? Жоқ, бесплатно келдің ба? Бір нәрсе берген шығар. Сен де алтыным, енді Миражан соған жатқыза сал. Сол номерді алған, енді ол ақымақтық деп есептеймін мен өзім. Дұрыс нәрсе емес. Енді десе де ақшасы айдалаға шашып жатқан жоқ, өкіметке пайда келтіріп жатыр. Налог төлеп, дәрігер, мұғалімдерге айлыққа барады, ақшасы бұйырса, ол да жаман емес. Айдалаға шашқанша ол да дұрыс. Бірақ әлбетте сіздің де кешірімді болғаныңыз жақсырақ деп есептеймін. Өйткені бірге тұрып жатсың, жақсы жаманды содан өрбіп, үрімпітақ көріп жатсыз, сондықтан сол дұрыс шығар. Құранды намаз оқымасаң да жаттай беруге бола ма? Әлбетте болады жаным. Ұстаз, намаз оқып жатқанда сүрелерді ұмытып қала берем. Намаз оқып жатқанда дейді. Сүрелерді ұмытып қала берем. Сол ұмытқан жеріңнен рүку сәжде жасап кете бересің, болды. Кейін жиі оқу керек. Мен мақырды кешіре салдым дейді. Ай, азамат, дұрыс жаным.
исламда жол байлау, оқыту деген бар ма? Бар. Сиқыр ғой. Сиқыр ғой. Намаз оқу үшін үйде азан айту парыз ба? Негізі азан айту парыз емес. Бірақ азан айтқан сүннет, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жолы, сауап болады. Үйге шайтандардан қашады, үйдегі шайтандар, үйге періштелер келеді. Бірақ бұл жерде үйдің бәрі ымырт ұйқыда жатқан кезде сен де айғайлап тұрып азан айтып, үйдегілердің бәрін шошытып, төсектерден айналып түсіп, жерге құлап түсіп, бәрі соседтер батарейді ұрып, участковый шақырып жүрмеу керек. Азан айтқан көрсетейін саған қандай болады деп. Жоқ, олай емес. Намазда шама келгенше мынау біреуге қиянат қылмай, жасырын дін біреуге бір салмақ салу емес қой. Білесіздер ме, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдың үстіне намаз оқуға тыйым салған, ел жүретін жерлерге намаз оқылмайды. Неге? Өйткені біреуге кедергі жасап жатсың сен. Намазда кедергі жасамай оқыған дұрыс болады. Намаз сенің жеке өзіңнің құлшылығың. Сиқыр оқыған күнә дейді, арам, ширк болады, діннен шығып кетесің. Чоң күнә болады. Жақсы ниетпенен деле болбойды. Мысалы, аял күйеу мұшташып қалды, ошо мұшташқандарды чықырып, бір-бірінен чықырып, анан оқып, ыстыма жасап, осы ыстыма дейді, ыстыма қылып, андан кейін бір-біріне жақшайлар қарағаны жақсы емес, чоң күнә. Ұстаз, намаздан кейін дұғаны дейді, намаздан кейін дұғаны зікірді айтып болып сұраймыз ба, әлде бірінші зікір? Бұлай да болады, бұлай да болады. Бірақ осы жерде бір мәселе. Зікір айтам деп отырып, әйел кісілер, қарындастар, мен ойнап отқан жоқпын, мен намаз оқып зікір қылып жатырмын деп, күйеуің тамағы піспей қалмасын, балаларың құлап қалып төбелесіп жатпасын, үй шашылып быт шығып жатпасын, үй дәрет алатын едім, мен намаз оқитын едім деп, жер бетіне планетада жалғызын сен ақ намаз оқысаң да, олай жасауға болмайды. Орысша айтқанда түсінікті болсын, былай айтады. Намазбен қазірет етудің керегі жоқ. Кейбіреулер енесі мені жағаласады екен, намаз оқып жатырмын мен, үйлеріңдерін жинап алыңдар, тыныш отырыңдар деп аузын жауып, барлығын ананы айдалдап тығып, мынаны байқұстар қалтырап дірілдеп отырды. Мамамыз намаз оқып отыр деп. Жоқ, дұрыс емес. Түгін, бала ойнасын, секірсін, атан қазақ айтқан балалы үй базар, баласыз үй мазар деген. Сондықтан осындай мәселе алтындар. Жолды қалай аштыруда? Аштырады олым, немен айналысады, қиындықпен тап бола береді дейді. Демек, сіздің балаңызға деген махаббатыңыз анау шекарадан өтіп кеткенсіз. Шекарадан өтіп, менің балам деп жоқ. Кішкене баланы, сол берген баланы Құдай алып қою да ықтимал. Сондықтан кішкене баланы жүректен шығарыңыз. Жүрекке Құдайды кіргізіңіз. Бұл бірінші сізге талап етілген нәрсе. Екінші, сол балаңызға намаздан кейін, жаңа сұрап отыр ғой, намаздың алдында дұға қылам ба, артында дұға қылам ба деп. Сол сияқты намаздың алдында да, намаздың артында да көп дұға қылыңыз балаңызға. Осы. Одан кейін күйеуіңізді сәл баладан жоғарырақ қойыңыз. Бала бүйтіп тербелеп өтіп отқанда шариғаттың ережесі бар. Баланы бүйтіп көтеріп отырғанда дейді, әке кірсе дейді, немесе әйелдің күйеуі кірсе, баланы қоя салсын дейді. Неге? Өйткені анау әке ол бәрібір отағасы. Кейбіреулер баласын бүйтіп жер бетіне, қазақ дұрыс айтады, отырған қыз бала тумайды, бала туса қоярға жер таппайды дейді. Тура сол дұрыс айтылған. Сондықтан баланы жерге қойып, ана үйдің отағасына қызмет жасасаңыз, сонда бала өзінің деңгейімен Алла тағала ар жағын жақсы қылады. Оны дұға қылсаңыз, береке өзінен кіреді. Қайтыс болған әкемнің суретін үйде іліп қоюға бола ма? Не үшін деген сұрақ туады. Не үшін? Ілесіз ілгеннен кейін бәлен жылдан кейін сурет қалады бір жерде. Мысалы 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. 100 жылда апармай қойын, 50 жылда ол әкеңіздің суреті қалады. Үйге свежий келін келеді, балконға шығарады, содан кейін крышаға шығарады, содан кейін тағы да бір тұқымнан лақтырып жібереді әкеңіздің суретін. Ол кезде аяққа таптылады. Бұл бір. Егер шын жақсы көруден көрсеткіңіз келсе, онда Құран оқып, дұға қылып, намаз оқудан артық жақсы көру жоқ. Қалай? Жақсы көрудің ең патологы намазда, 5 уақыт намазда, Раббана ғфирли, я Алла мені кешір, вали дайя, әке шешемді кешір деп намазды оқисыз. Күнде осы 40 рет 5 намаз оқысаңыз, 40 рет папаңа, мамаңа дұға қылыңыз. Кім 40 рет оқыды айтыңызшы күнде? Папаңызға Құран оқытсаңыз, 40 рет оқыды. Папаңыздың суретіне 40 рет қарамайсыз. Мен гарантия беремін. Үйге сурет қойып қойып, табақта айырып тұрып. Сосын папам-ай, мамам-ай деп қарап 40 рет қарамайсың күнде. Қарағанда не пайда? Жай қарапсыз. Қарағанда да пайда жоқ. Сол үшін ардақтым көбірек дұға қылған пайда береді. Тамақтанбас бұрын ас қайыру керек пе, әлде астан кейін ас қайыра ма? Тамақтың алдында бисмилласын айтамыз. Бисмилла деп айтқан кезде шайтан қашады, біздің тамағымызға араласпайды. Әлхамды ішіп болғаннан кейін ас қайырамыз. Біздікі табиғатымыз, қазақ дәстүрі солай.
ұстазым дейді, қызының жігіті басқа ұлттан және басқа діні басқа, жігіт жаман емес, батамызды берейік па дейді. Жоқ алтыным, Эльмиражан, мұсылман болмайынша қызыңызды бере алмайсыз. Ұстаз, балалар дәретке барғанда, жуып бергенде анасының дәреті бұзыла ма дейді. Жоқ, бұзылмайды. Бірақ кішкентай баланы жуып берер, қашанғы жуып бересіз? Баланы 3-4 жаста дәретке өзі баруды үйретіңіздер. Оны қашанғы жуа бересіз? 7-8 өгіздей қылғанша бүйтіп жуа бере алмайсыз ба? Бала ғой ол. Сол сияқты қыз баланы да тәрбиелеу, ол еркелету емес. Одан кейін дәрет бұзылмайды одан. Тек қана баланың, кішкентай баланы, емшектегі баланы, емізулі баланы жаңағы жуған кезде құйрығын, соның жуғанда суы денеңізге шашырамасын. Мәселе осыда. Үстіңізге нәжас тимесін дегенім бар. Бірақ ең қызығы, мамалардың махаббатын айтқым келіп тұрды. Аналардың барлығы баласының құйрығын жуып, тазалап жуып болғаннан кейін екі құйрығын сүйеді. Бұл табиғатымыз. Әке сүймейді, ана сүйеді. Құйрығын жуып болып, алтыным деп маңдайын иіскеп, екі құйрығын сүйеді. Сол құйрығын сүйген балаңыз ертең сіздің қолыңызды сүйуге жарамай қалады, егер тәрбиені дұрыс бермесеңіз. Намаздан кейін ата-анама, туған туыстарыма Құран бағыштаймын. 5 уақытта намазым болып жатса қалдырмаймын Құран бағыштап. Тамаша. Бірақ бүйтіңіз. Кейбіреулер намазды былай тез оқиды екен да, көп адам. Құран оқығанда бүкіл спискпен айтатындар бар. Общий тетрадь арнайды. Общий тетрадьтың бірінші бетінде жаңағы аталарым, содан кейін Құран оқып болған апаларым, содан кейін әйелдерім, содан кейін кластастарым, содан өліп қалған тоқалдарым, содан кейін тағым бар еді, Құдай-ау, подъездегілер, соседтер, осының бәрін керек жоқ. Осында общий тетрадьтың бәріне бірақ бағыштай сал болды. Барлық муъминина вал муъминат вал муслимина вал муслимат деп бәріне жібере сал, оптам Алла өзі тауып алады ар жағын. Оны атын айтып, иін айтудың керек жоқ. Руын, бәленбайдың руы, түгіленбайдың қызы, бәленбайдан туылған, бәленбайға тиген, одан ажырасып, тағы да біреуге керек жоқ, ешқайсың керек жоқ. Алла соларды өзін жарылған, менен Құран дұға кәміткен, мен білген, барша білмегендеріне де, бірақ бәріне Құдай өзін жарылған деп бол. Ең жақсы вариант сол. Общий тетрадтағыларға деп айтпа. Неге өйткен? Общий тетрадқа кірмей қалғандар бар. Бір апамыз бар еді, мешітке келген, постоянно Құран оқытып жұмасайды. Мынандай тетрады бар, алып келеді. Сон молданың алдына қояды, соны оқиды. Құран деп 2 минут оқисың, ана апаның тетрадын 25 минут оқисың. Сон айтты, біз давай лучше 25 минут Құран оқиық та, 2 минут сені барлық ата-бабаңызды бағыштай салайық деп. Содан кейін жаңағы кісі үйреніп қалған бейт, тетрадын көтеріп жүреді. Жаңағы сол кісі сондай еді да. Оның ішінде кірмей қалғандар көп қой енді біздің. Мысалы, мен атам кірген жоқ, сіздердің апаларыңыз кірген жоқ ол тетрадқа. Сонда бағыштамайды да ол. Сонда анау тек қана менің атамды ғана жарылқа дегендей болады да, мынау спискпен менікіні айтшы. Басқаша, басқа керек жоқ, маған мен әкем емес, одан әрі өлсең өле бер деген. Дұрыс емес. Барлық әр қазақ сенің жалғызың, әр мұсылман сенің жалғызың алтыным. Сондықтан бәріне дұға қыла бер. Одан кейін мынандай түсінік, сауап азаймайды. Сіздер кейбір бұлай ойлайды екен. Егер мен сауапты, мысалы, Қайырбектің қызы Ардаққа бағыштасам, мысалы, или Қайырбектің қызы Сұлтан Гүлмираға бағыштасам, онда сауап мынаған екінші атама чуть-чуть аз болып қалады. Соны азая береді, ең соңына 0 болып қалады деген сияқты түсіндіктер бар екен. Жоқ, ондай жоқ. Сауап бәріне теңдей барады. Азаймайды ол. Біреу айтып беріп пе, мана бір кісі папасына Құран оқып алып барды басына. Сон былайырақ тұр, мен ана жерде тар екен, артында екінші памятник тұр, мына жерде екеуінің ортасына бүйтіп сыймай жатыр менде. Молдалардың қарны шығып кетеді ғой, қарны сыймай жатыр дейді. Соны енді артқа тұрайын десем, жоқ, қажеке осы жерге тұрыңызшы дейді. Неге десем, мына памятник точно сауабы тисін дейді, былай отырмаңыз дейді. Мынаған кетіп қалды, мен оларды танымаймын, маған керек жоқ олар дейді. Мынаған точно оқыңызшы дейді. Памятник прямо анау шекесіне қақ табы төбесіне тисін дейді. Бетіп влоп тисін дейді да. Мен айттым, ол тие береді, мына жағынан, үстінен, астынан уайымдама. Құдай тигізем десе. Құдай тигізбеймін десе, онда тигізбейді. Мен де анамды кейде ренжітем дейді сөзбен. Сол күні маған бірдеңе болады. Бірдеңе болмас, екідеңе болады. Ата-ананы ренжітсең, тура екідеңе болады. Ренжітпеңіздер. Жалпы адамды ренжітпеңіздер. Кезінде бір ғұлама өтіп бара жатса, бір құл нан жеп отыр екен.
оқиға айтып берейін сіздерге. Бір құл нан жеп отыр екен. Соң ғұлама енді өзін бүйтіп сезінген ғұлама екен, келіп тұрып, әй, өзің наның кішкентай ақ. Иә, сол нанды өзің жемейсің, ана итті бір тістейді екен, шетін итке береді екен, бір құсығын итке береді екен, өзі жейді. Сен өзі құл бейшара. Соны айтады дейді, мына нанды итті қинамай өзің ақ жей салмайсың ба десе, жаңағы ғұламаға айтқан сөзі бар екен. Мен ұялам депті. Мен ұялам деген екен. Құдайдан ұялам, иттің қарап отқаннан ұялам деген екен. Қарызды кешіруге бола ма? Қарызды кешіру сауап болады. Қарызды кешіру үлкен сауап болады. Өзі негізі қарыз берген адам бір ережесі бар. Кешіруге дайын болып беріңіздер. Қарыз берсең, әйтпесе берме. Қарыз бердің ба, білесіз, ол адам қайтарамайды. Немесе қайтармайды. И сонда да күнәға ол да батып, сен де батпас үшін, онда ең жақсы ардақтылар кешіруге дайын болып беріңіз. Құранды қазақша түсініктемесін оқып жүрмін. Оқыңыз, өте жақсы, оқыңыз. Ауруым емделетін ауру, бірақ емделмей жатыр. Ол сынақ па, сиқыр ма? Екеуі де болуы мүмкін. Емделеді, басқа дәрігерлерге барыңыз, әрекет қылыңыз. Былай ғой, мына телефонның номерлері бар ғой. Мысалы 2, 3, 4 тұрады, 5, 6, 7 тұрады. Мысалы 2-нің астында 5 тұрады. 2-нің астында 5 дейді. Басып қалғанда қолың былай шатасып 5-ке тиіп кетсе, 2 түспей қалады. Құдысы сияқты мына керек комбинацияны теріп үйренеді. Ол үшін дәрігерлерге барыңыз, алтыным. Алла шипа берсін. Содан кейін по ходу орысша айтқанда дем салдырыңыз, жақсы болады. Қол ақымды бермей жүр дейді. Не істеймін дейді. Өте үлкен қазір күнә, осындай көбейіп бара жатыр. Жер сілкініс, ауа райы құбылып, адамдардың өзгеріп, ашаршылық, шөл болудың бірден бір себебі адамның, халықтың маңдай ақысын жегендер осыған душар болады. Қай мемлекетте, қай жерде халықтың құны ақысы қаналса, халықтың еңбегі қаналса, қызметшілердің ақысы берілмесе, жетім жесірлер жыласа, Алла Тағала сол елдерге ауру, кесапат, жер сілкініс, топансу, ауадан келген ауруларды және емделмейтін дейді, лепра деп қояды орысша, сондай ауруларды өте көбейтетін туралы хадис анығымен келген. Одноразка дұрыс па дейсің ба? Одноразка харам. Одноразка харам, алтыным, таста балам. Қой ондай бәлені. Баланың тілі шығу үшін қандай сүре оқу керек? Білетін адам қалып барасыз, тілін тартатын өзінің дұғасы бар. Аға, егер қызымды, қарызымды беретін адам жоғалып кетті, таба алмай жүрмін, қарызымды қалай құтыламын? Сол қарыздың егер жоқ болып таппасаң, онда оның балаларын да таппай қалсаң, дүниесіне кім ие болды? Яки болмаса өліп кетті. Онда соны, сол берген садақаны, сол кісінің атынан, қарыз алған адамның атынан садақа қылып таратып жібересің, сол кісіге өтеді. Дәрет алып болған соң, жел шығуға мәжбүр болсаң, шығаруға, қайтадан дәрет алу керек па? Конечно. Сен мәжбүр болсаң да, мәжбүр болмасаң да, өзі шығып кетсе де, жай шығып кетсе де, біреу естісе де, естімесе де, дәрет аласың, дәрет бұзылады. Тек қана ұстай алмайтын адамдар бар. Вообще жел ұстай алмайды, шыға береді. Өзінің ықтиярынан тыс, пробкасы кеткен, сондайларға проблема жоқ, жел шығара береді. 5 уақыт намазға 5 рет дәрет алады жаным. Ұстаз, намазға келе алмай жүрген қыз келіншекте намазсыз орамалын тартып денесін жауып жүрсе бола ма? Әлбетте, әлбетте болады. Енді мен күнә істей берем. Неге? Өйткені мен намаз оқымаймын ғой деген түсінік жоқ. Күнә жасама жаным. Намазға келсең жақсы. Бірақ ұзын кигенің өзі қанша адамдарға пайда алып келесің? Қанша машина соғыспайды? Сен қысқа юбка киіп аласың, машина кетіп бір қылар саған қараймын деп, бүйтіп аяғыңа қараймын деп авария болып отыр. Қаншама авария азаяды жаным. Сен ұзын ки, алтыным. Етек жеңің ұзын болсын. Шашың жабық болсын, алтыным. Ұстаз, әйел адамның салауатты іштен және кішкене сыбырлап айтса бола ма? Даусын шығар? Болады. Сыбырлап айтсаң ба, даусын шығарып айтсаңыз да болады. Ұстаз, мен мектеп оқушысы едім, маған таң намаз оқуға бола ма? Болады, алтыным. Ассаламу алейкум дейді, келің Қарақалпақстанға, келің Мехмонға, Құда қаласа келеміз, Құда қаласа. Автобуста намаз оқу дұрыс па? Адам толы болса, әйел адам болса дейді.
Жоқ, автобуста отырып алып азан айтып, елдің бәрін былай тұрыңдар, мен қазір сәжде істеймін деп ол оқыған келмейді. Немесе ана сиденьеға бүйтіп намаз оқып жатқанда да көріп қаламыз. Көліктің ішінде намаз оқылады. Егер далаға шығуға қорқыныш, қауіп, үрей болса, сені атып, өлтіріп, қасқыр жеп қойып, адам талап кетіп, тонап кетіп, біреу қылқындырып өлтіріп қоятын болса, онда автобустың ішінде оқисың. Ондай жоқ қой. Ондай жоқ. Последний рейс емес. Конечныйда тұрған жоқсың. Сондықтан жаным, автобуста намаз оқылмайды. Автобуста намаз оқып өзін көрсеткендер, қойыңыздар осы нәрсені. Қоғамдық автобуста намаз оқылмайды. Енді оқу керек болды. Дала, қар, боран, жаңбыр, осы автобустан түссең, онда бір бәле болады. Онда машиненің ішінде басыңызбен оқисың дейді. Панельге басыңды қоймайсың. Тұра қалып сәжде істемейсің, елдің бәрін итеріп. Намазға келдім, ажарым нұрланды, жүрегім тыныштанды, жүк түсті, альхамдулилля. Что делать, если дети испугались? Какую суру надо читать? Для испуга есть специальная дуа, которую читал пророк ﷺ, но если вы это не знаете, лучше прочитать аль-аят аль-курси. Трижды прочитайте. Әйел адам Құран бағыштағанда даусын шығарып оқса бола ма? Болады. Әйелдердің Құран конкурсы бар. Қырғын бақырып оқиды бәрі. Микрофонмен жарысып тұрып, ой қырғын оқып жатыр. Мені көрдің ме деп. Оқи беріңіздер. Проблема жоқ. Еркек тұрғанда оқымайды деген ана. Енді сен еркек болып оқи алмайтсаң, әйел оқиды енді. Өткенде бір оқымайды, еркек тұрғанда оқымайды деп. Енді сен еркек болып Құран оқи алмағаннан кейін әйелің оқып жатыр да, ұялсашы енді. Содан ұял. Оның дауысынан ұялма. Сен еркек болып оқи алмағаныңа ұял. Арақ ішпейді, бірақ үйде тұрса дейді, компресске аяқ сылауға бола ма? Болады. Проблема жоқ. Көрші тумадан ит алсам бола ма? Болады. Енді алмағанда қалай ырым шығарып алған, ұрлау керек деген. Болмайды. Итті ұрламайсыздар, күнә болады. Алынған тырнақты қайда тастаймыз? Мусорға тастайсың. Алланың ұлына қарғысы келе ме, қарғай беру туралы не дейсіз? Жақсы емес. Енді ананың кейде адамбыз ғой, аузымыздан шығып кетеді. Артынан тәубе қылып қою керек, артынан тілек қылып қою керек. Бірақ кейбір адамдардың ауыздары сондай бейпіл болады, анағанда, мынағанда қарғыс оқитын, бұл жақсы сөз емес. Енді соны ойлап көрсең, тұқымың өшкір, тұқымың өшсе не, шекең майғашылық қима не? Не болады? Ал тұқымы өшсі баланың, басын жұттың балаңның, қазақ айтпақшы. Не айыбын табасың? Олай ұрыспаңыздар. Әкем күнде арақ ішеді, не істесем болады? Сен сол араққа салынба. Содан кейін сен соған өмірлік сабақ болсын алтыным саған. Сондай нәрсеге арамдарған ішкендерге де жолама. Сен сабақ оқы, білім оқы, талпын, өміріңді өзгерт, жақсы қабыр. Одан кейін намазда көп дұға қылсаң алтыным, сенің дұғаң қабыл болады. Мына ата-ананың балаға дұғасы қабыл. Біздің басымызда тәжіміз болады ата-анамыз. Намаз оқи ма, оқымай ма, не істесе осы десін, ол өз жауап береді. Бірақ біз ата-ананы құрметтеуге міндеттелгенбіз. Енді ата-ананың балаға дұғасы қабыл болған сияқты, балалардың да ата-анасы дұғасы қабыл болады балалардың да. Сондықтан ата-анамнан дай, ата-анам сондай, ата-анам жаман, ата-анам ұрса береді, арақ іше береді, жүргіш жазып жатыр ғой нешесін. Осы нәрселерге сіздер дұға қылып үйреніңіздер. Ей Құдайым, менің әкемді туралық қалып кел, арақты қойсын деп, алтын басыңды намазға сәждеге қойып сұрасаң, сенің дұғаң сөзсіз қабыл болады жаным. Сапар намазды қалай оқиды ұзаққа кеткенде дейді. 90 километрден жоғары қарай кететін болсаңыз, онда сіз баратын жеріңізде жеткенше, ол күнде барған жеріңізде 2 аптадан кем тұрсаңыз, онда сіз намазды 4 парызды 2 қылып оқисыз. Екеуді сол күйде қалдырасыз, тиіспейсіз. Сүннеттерді оқисыз. Ал осы жерде толық оқып қойса не болады? Білмей қалды, ештеңе етпейді, қаза оқымайды, сол намаз қабыл болады. Полный оқса да. Ішіме жын кірген сияқты сезінемін. Признактары бойымда бар сияқты, не істесем болады? Өткенде бір айтады, сабақ оқығым келмейді, наверное, ішіме жын кіріп кеткен шығар дейді. Жаным, признактары сенде болса, сен Инстаграмда отырмайсың, маған жазбайсың бұлай.
ішіңе жын кірген жоқ сенің ішіңе жалқаулық кірді, сенің ішіңе еріншектік кірді алтыным. Сондықтан ішіңде жын жоқ. Сен жоқ нәрсені ішіңе кіргізе берме. Ішіңе кіргізе берме. Тамақты көбірек іш, спортпен айналыс, кішкене жұмыс істесең, ақша тапсаң, біраз тірлік істесең, іштегі жының өзі ақ шығып кетеді. Қалай шыққанын білмей қаласың. Ішіңде жын жоқ. Жоқ нәрсені ішіңе кіргізе берме жаным. Ішіме кіріп кеткен, ішім гүрілдеді, ішім біреудің іші күрілейді екен. Өткенде қояды, мен ішім бір нәрсе жыбырлайды дейді, ішім гүрілдейді дейді. Мен айтым, эспумизан ішсең қояды дедім. Ішіңде жын шығып кетеді, қорықпа дедім. Сол сияқты әрбір нәрсені басты қатырып, анау кірді, мынау кірді деп қорыққанға қос көрінеді деп, ондай нәрсені іздей берме алтыным. Ішіңе жын кірсе, сен Инстаграмда көремей қаласың, ТикТокта көремей қаласың, сен басқа адам боласың. Құдайға шүкір сенде жоқ ондай. Пойызда намазды қай жерде оқыған дұрыс? Жастар ортаға проход, мына елдің проходы емес, жатқан жерінің ортасы бар ғой, төрт төсектің ортасы. Мейлі купе, мейлі плацкарт. Сол мына жердегі екі адамнан рұқсат сұрайсың. Үшеуі жатсаң, мен намаз оқып алайыншы деп сұрайсың, ортаға коридор жаңағы столик тұрған жерге оқисың. Егер олар қарсы болып, орыстар тиісіп, минада дейсе, онда төсегінде оқисың. Болмаса тамбурға шығып оқисың. Намаз оқығым келеді, бірақ жолдасым қарсы, әрі ерте дейді. Ана дүниеден хабар келсе өлімнен. Әлі ерте, сен өлме. Сен өлме деп айтамыз ба не? Жоқ жан, оқи бер. Сен де намаз оқитын едім деп күйеуіңе жағаласып, бүйтіп өзіңді көрсетпей-ақ, тез оқып ала бер. Ол телевизор көріп, қазір телевизорда көрмей қалдық қой бәріміз. Телефон шығып ана диванда жатады, құлап. Дастархан үстінде. Сен шайыңды бүйтіп, қолын сипап берді, сен ана жаққа бар да намазыңды оқып ал. Тез оқып ал. Ұстаз өтініш, умраға баратын компанияларға кеңес беріңізші өтініш. Заман менен, уақыт менен тексерілген компания, ол Хикмет Travel компаниясы. Mina Travel компаниясы. Осы екі компанияға мен өзім нақты кепілдік беремін. Соның ішіндегі ең жоғарғысы, ең орысша айтқанда VIP, сені жақсы алдамай, кәдімгі көңілің нық, көңілінен шығатын болсаң, соған лайықты ақша төлесең, сонда саған көмек жасай беретін Хикмет Travel компаниясы. Ол шындығы сол. Біз тиын экономдаймыз да, таңғалам. Өзің өміріңді бір барасын соны тиын. Егер шамаң жетпесе, не қыласың қажылыққа барып? Үйде ата-ананың қасында, ауылдың қасында, мешіт, ең жақын үйдің қасында мешітке барып, құлшылық қылсаң, сол потолок. Сол саған қажылық болады жан. Ал енді бардың ба, өзің лайықты қылып бар да. Ұстаз, үйге талас жайлы айтасыз ба? Охо. Осындай көбейіп бара жатыр. Дәрет алып болған соң қайта жел шығарып қойса, сыртқы дәрет алу жеткілікті ма дейді? Иә. Жеткілікті. Қайта әжетханаға кіріп шығудың қажеті шамалы. Жезден мен әпкем дейді. Mina Travelмен барды сенімді. Мен де сол компаниямен бірнеше рет барып жүрмін. Балаларым ұйықтап жатқанда нас, фалақ, дем салып қойсам болады ма? Ұйықтап жатқанда ештеңе етпей ма дейді. Жай сыбырлап айтасың. Жай сыбырлап. Қолын оқыда бейт басын сипап қойшан. Ең жақсы сол. Намаз оқып өсек айтса дейді. Намаздың сауабы бейтіп кемей береді. Мынаның жақсылығы қасиеті бейт төмен түсе береді, мынау көтеріле береді. Адамда бұл өсек емес, любой күнә көтеріле берсе, құлшылықтың дәрежесі төмен түсе береді. Түсінікті? Бұл мынау көтерілу керек те, мынау кету керек. Мынау кету керек. Күнә. Енді сен мынау кетпей жатыр, наоборот, мынау көтеріле берсе, значит, мынау жазып атау ненадежный онда. Түсінікті? Шаш пен тырнақты міндетті түрде көму керек па дейді. Ең жақсысы ауылды жерде тұрсаң, қалада барып, мусорный ящиктің шетін қазып, бордюрларды қазып алып, көміп жатсаң, елдің бәрі полиция шақырады. Мынау бір минама бомба тығып жатыр деп. Сондықтан жаным, ол кезде мусорға тастайсыздар. Ана суға ағыз жібергендерді қойыңыздар. Унитазға ағызатындарды айтып отырмын. Унитазға бейтіп қарап, ағыз жібергендер, ертең мысалы сен кішкентай мұрныңа саусағын тығып жіберсе не болады? Арам болады. Бүкіл елдің
сожалению, есть такой и в 21 веке. Ихлас және Фатиха сүресін оқимын дейді. Себебі или қазақша жазасың, или орысша жазасың. Қазақша да өте жақсы жазасың, орысша да жақсы жазасың. Фатиха, Ихлас сүресін оқисың ба? Жәрдем беру керек, егер бермесе, онда барып рұқия оқыт алтыным. Өлген кісінің намазын шығарып жатқанда күліп не болды деп сөйлеп қарап тұр өлген кісі дейді. Түсінбедім. Түсіңде жігіт ғашық болып жүрсе, ол қандай мағынаны білдіреді дейді. Танитын жігіт болса басқаша жүріледі, танымайтын жігіт болса басқаша жүріледі. Алқаш адам намаз оқиын десе арақ қоя алмайды. Егер аяқ қойса қаны айналмай өледі. Ой қойындаршы, қайда 21-ші ғасырда бұл алкаштардың шығарып жүрген, алкаш врачтардың шығарып жүрген нәрсесі. Арақты сразу қойсаң, темекіні сразу қойсаң өліп кетеді деген. Қойшай. Ондай сөз жоқ. Сразу қоймасаң қоя алмайсың. Түстеріңізді сәл кішкене шыдай тұрыңыздар. Осы жақын арада бір аптада бұйырса приложение іске қосылатын боласыздар жерде. Сәбидің бірінші шашын алып сақтап қою керек пе? Жоқ. Керек жоқ. Құдай бұйырса талай шашы өседі басына. Сәлеметсіз бе, сізге неге қиғызайын деп едік. Өзіңіз отыратын мешітте сізді ғана күтіп жүрміз. Жаныма қиып берем ғой, сварқылап тұрып, жабыстырып берем, құтыламайтын деп тұрып екеуіңді. Бір-біріңсіз тұрамайтын деп тастаймыз. Матап. Келіңіз мешіттеміз. Қайтыс болған кісі ауызы ашық қалса не болады? Аузын жабу керек. Сол үшін қасында білетін адам бүйтіп аузын уқалап, аузын жабады, көзін уқалап, көзін жауып қояды. Бәрін көз ашық болады, өйткені анау жан берген кезде аруақ кетті, өшіп кетті аруақ деп сол шығарып саламыз. Сол кезде көз ашық қалады жаным. Түсіңде шикі ет жесең не болады дейді. Тілді тыю керек деген сөз. Сөзіңізде өтірік яки боғауыз бар деген сөз. Тілі дұрыс шықпаған балаға алып келсем бола ма? Алып келіңіз көрейік. Қазалы үйде қазан көтермейді деген қаншалықты дұрыс. Қазақтың дәстүрінде солай болған, шариғатпен астасып жатқан ұлы дүние. Енді мына жақта біреу ауырып, құлап, өліп жатса, бәрі талып, соны сықтап, уайымдап, қиналып жатса, сен екеуміз кіріп алып отырсақ бізге ет әкеледі деп ұят емес пе жаным? Сондықтан кейінірек ет жесе бір болады. Атам өмірден озды. 3-ші күнге алмай жатырмын. Көз алдымнан бейнесі кетпей жатыр. Өте керемет кісі еді. Бір ауылдың имамы, молдасы, арманы мешіт салдыру еді. Мешіттің салдырып болды, Алласына қайтты. Тамаша. Құдай сондай ажал берсін деп тілей айтылдым. Оған жылап, оған қайғырып, сондай ақсақалдың қыз екенсің, сондай бол сен де Айдажан. Сондай бол. Атаң имамның қыз екенсің. Намаз оқы. Атам имам болған дейді көбі. Атаң намаз оқымаса, сен оқыса, сен оқымайсың. Атаң жақсы адам болса, сен талпын, сондай бол. Орамал тақ, ана суреттерің бәрін алып таста жаным. Жақсы орамал тағып 5 уақыт намазға тұр жаным. Сол көніккенің сол болады алтыным. Құлшылыққа кел алтыным. Бала түнде сиіп қойса қалай қойғызуға болады? Дәрігерге көрсетті, үште ме? Үштеге кішкене салдырып қойса қойып кетеді бұйырса. 4 рет жаздым, оқымадыңыз. Түнде шкафтар ашылып жабылады. Білген дұғаны айтамын. Қандай дұға көмектеседі аға дейді. Ойбай, шкафтарың ашылып жабылса, үйің онда страшный екен. Өздері ашылып жабылса, құдай, мүмкін заманы жоқ па? Білмеймін енді. Шын мәнінде ондай болса, ана кинорежиссердің бәрін сен үйіңе жібер керек, өзі кино түсірсін жаным. Егер шын айтқандай, сіз айтқандай болса енді. Бірақ енді біз қазекең кішкене бетіп тұрып, қосып айтамыз ғой енді. Мені сықырлайтын шығар, қасында пойыз жол бар шығар, мәшіне бар шығар, ескі шығар енді. Егер шын мәнде сіз айтқандай болса, онда жын шайтандар, орысша айтқанда абарзевший жындар, олардың бәрін оқып бітшін шығарып қою керек. Егер шын мәнде құтырған жындар болса, ондай бола қоймайтын шығар енді. Егер анық сондай болса, бір жақсы Құранды қариды білетін біреуді шақырыңыз, соны оқыса кетеді. 4 рет жаздым. 5-ші рет жазғанда жауап беретін ем. Аятыл көрсе жазғанса бір тақы болма. Болмайды. Корсын мебель барсаң, еске жаза болады, магниті бар, шкаптар береді, жақсы замок, реклама істейді. Шкаптарын ашылмайтын болады. Өзін арен
давление болмайды. Ата-аналар мына адамды Rabbena ma halakta hada batilan subhanak деп айтады. Алла бәрін көркем қылып, бәрін идеальный жаратқан, проблема жоқ дейді. Иә, түсінікті? Сонда сен егер бүйтсең, Алла тағала неправильно болған. Мені мынаны осветлениемен былай жасауым керек деген шығады. Сондықтан Алладан олай істеуге болмайды. Амалға анам қарсы, арпылдық деп сынайды, бірақ оған келеріміз, туыстарымыз бар дейді. Бұл жерде мәселе бар. Сен орамал таққаннан кейін әлбетте үйде тағып, меріне демейді қалқаны тағып, үйдегілерге тамақ ішкен кезде тамақтарың арам, анаған тиістің десең, әлбетте дұрысынбейді. Бірақ сен кішкене сол тартуда өзінің жөні бар. Үйдегі тартуында, мысалы ананың алдында үйде тартудың керегі жоқ қалаға. Ол сырттағы адамға тартылады, иә. Содан кейін мінезіңді сөйлей алдым. Сол кезде дұрыс болады. Қайта саған қарасында орамал таққаны одан да жақсы болсын. Сен қиналып өтіп не жасама, иә, жалпы. Сол кезде жақсы болады. Дәрігер маман туралы есет жазып тұрмын. Тамаша мамандық, оқып алдым. Шын, таза әйел адам ере дем сала ала ма, той салыстауға өзінің сұрауымен болады. Әйел адам басын сипа қойса айтып жеңілдеп қалады. Күйеуін жасаса болады. Бірақ үйде қонақтар келгенде күйеуіңнің мамасының көзінше басына дем салма. Менің балам болып жатыр деп ойлайды.